Мен сіздерге бір қызық оқиға айтып берейін. Самса дегеннен есіме түсіп кетті. Бір ағамыздың үйіне қонаққа келем, осы Астанада тұрады. Ол кезде басқа облыста істеймін. Соң келген кезде бала үйленді, баласы. Соны келіннің үйінен, келіннің қолынан жақсы бір самса жедім. Сол самсаны жедім, самсасы да бір керемет жақсы самса екен. Содан біраз уақыт өтті. Біраз уақыт өткен, бір жылдай уақыттан қайта келдім. Келсем, келін бәрі бір үйде тұрып жатыр. Келіннің самсасының дәмі баяғыдай емес. Екінші жыл келдім. Келін уже балалы болған, самса жоқ. Самса жоқ, шай ішіп, жақсы қайттым. Соң далаға шыққан кезде үйдің иесін шақырып айттым: аға, келінді бөлу керек, келінді бөлуіңіз керек, бөлек шаңыраққа шығаруыңыз керек дедім. Бөлек шаңыраққа шығарып, бөлек шаңыраққа бөліп шығаруыңыз қажет деп айттым. Сол кезде ой, олай айтпаңыз, біз бірге тұрамыз деді. Аға, мен тыңдаңызшы дедім, бөлек тұру керек дедім. Соң бала естіп тұр жағында, машинаға мініп мені апарып тастап жолда кетіп бара жатады. Аға, рахмет, сіздің айтқаныңызбенен дейді. Соны біз айта алмай жүргенді айттыңыз ғой дейді. Енді бөлінгісі келіп жүр ғой бөлек. Үйде бала бар. Сонымен тағы бір 2-3 айдан кейін хабарласады: Нұреке, сіздің айтқаныңызды орындадым, баланы бөлдім деді. Соң бәлен күні ас береміз, соған құдай береміз, соған келесіз бе деді. Жарайды деп самолетпен ұшып келдім. Соң келсем, бөлініп шыққан үй, жаңа үй құтты болсын деп кіріп дастарханға отырып қарасам, дастархан үстінде баяғы самса тұр. Сол самсаны істесем, баяғы күйеуге шыққан кездегі сол дәм, сол қайтып келді. Сондықтан келіннің көңіл күйін сол самсадан білген едім. Сол сияқты әкеңіздің дастарханын бүйтіп жайнатып көңілін тапсаңыздар, әкеңіздің батасы сол болады. Әкеңізге бүйтіп тұра бер, бата бер деп тойдағы баталардың қабыл болмайтын себебі сол. Өйткені өмірде бата бермеген, қызмет жасамаған, тойдағы бата өтеді дейсіздер ме? Сондықтан міндетті түрде ата-ананың қызметінде болыңыздар.